Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен тауық қанаттарын және картопты ерекше әдіспен, яғни ерекше маринадпен пеште дайындайтын боламыз. Өте дәмді, жұмсақ болып шығатын кешкі ас видеоны соңына дейін өткізбей қараңыздар. Алдымен тауық қанаттарын жуып тазалап кішкене кептіріп аламыз да осылай қанаттың ұштарын кесіп алып тастаймыз. Ол бізге керек емес, ол жерінде еті жоқ. Алып тастап осынша бөлігін қалдырамыз. Қанша мөлшерде қосу керектігі видеоның астындағы описание бөлімінен таба аласыздар. Барлық тауық қанаттарымызды осылай кесіп алдық. Енді ыдысымызға 1 шай қасық паприка саламыз. Оның үстінен жарты шай қасық қызыл бұрыш, тұз қосамыз. Сұйық майды құямыз. Оның үстінен кетчупымызды салып аламыз. 2 ас қасық. Ұсақтап туралған сарымсақты қосамыз, соя соусын қосамыз, және де жақсылап араластырамыз. Осының үстіне тауық қанаттарын салып, жақсылап араластырамыз. Барлық жеріне жеткізіп жағып шығамыз да 1-2 сағатқа бетін жауып тоңазытқышқа қалдыратын боламыз. Егер түнде жасап қойып азанда дайындасаңыздар, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде тоңазытқышта сақтаңыздар. Сол кезде дәмі сіңіп керемет болып шығады. Осылай бетін пищевой пакетпен жауып қалдырамыз. Енді картопты алып, сыртымен жақсылап жуып алдым. Менде ірі картоп болғандықтан бөліктерге бөлетін боламын. Егер сіздер майда картопты пайдаланатын болсаңыздар, сол күйінде бүтін күйінше пісіре беруге болады. Егер менікі сияқты үлкен картоп болса, осылай ірі бөліктерге бөліп алыңыздар. Барлық картоптарымызды бөліп дайындап аламыз. Достар, менің арнамдан неше түрлі оңай сәтті шығатын рецепттерді таба аласыздар. Сондықтан міндетті түрде видеоның астындағы подписаться кнопкасын басып қойуды ұмытпаңыздар. Картопымызды алып, бөлек ыдысқа саламыз. Оның үстінен осындай кептірілген базилик қосамыз. Иісі керемет болып шығады, дәмі де ерекше. Және кептірілген сарымсағымызды қосамыз. Және де осындай орегано дәмдеу үшін қоссаңыздар болады, кептірілген. Ол да өте дәмді болып шығады. Татымына қарай тұзды қосамыз. Оның үстінен сұйық майымызды құйып аламыз. Және де ыдысымызбен осылай сілкей отыра араластыратын боламыз. Сол кезде барлық жеріне жететін болады майымыз да, дәмдеуіштерімізде. Бұны да бетін жауып, жарты сағат 1 сағатқа қалдырамыз. Мінекей бізде уақыт өтті, 2 сағаттай ұстадым. Енді формамызға алып, астына пергамент қағазды міндетті түрде төсейміз. Және де осы тауық қанаттарын бір шетіне орналастырып шығамыз. Екінші бетіне маринадталған картоптарымызды саламыз да пеште пісіріп аламыз. 200 градуста 45 минут, 60 минут аралығында піседі. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Маған және отбасыма ұнады. Мінекей біздің тағамымыз пісіп шықты. Осындай қып-қызыл болып шығады. Картоптарымыздың да түрі тәбет ашарлықтай болып шықты. Достар, егер видео ұнаса, лайк басып пікір қалдыра отырыңыздар. Осы видео рецептпен достарыңызбен әлеуметтік желіде бөлісуді де ұмытпаңыз. Дайын болған тағамызды тарелкеге салып, осылай ыстық күйінше ұсынамыз, өте дәмді болып шығады. Егер менің арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп қойыңыз, және қасында қоңырауша белгісін басып, все дегенді тыңдап қойсаңыз, жаңа видео шыққанда сізге хабарлама барып тұратын болады. Комментарийға сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады, міндетті түрде жауап беретін боламын. Егер осы тағамды менің рецебіммен жасаған болсаңыздар, осы видеода көрсетілген менің инстаграм парақшама міндетті түрде отзыв жіберуді де ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина. Келесі видеода кездескенше.